Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз палеонтология бойынша онлайн дәрістер циклі аясында орман жұмбағы карбон кезеңі. Палеозой дәуірінің тас көмір кезеңі деп атайтыны, сол кезеңнің қабаттарында тас көмір көп кездеседі. Тас көмір ертедегі өсімдіктердің шіруінен пайда болған. Кейбір жағдайда тас көмір балдырлардан, ұрықтардан немесе өсімдіктердің ұсақ бөлшектерінің үлкен ағаштарының бағандарының жапырақтарынан пайда болған. Кей кезде шіріген орманның үстінен жаңа ағаштар өсіп, соңынан олар да шіріген. Америкада бір тас көмір бассейнінде бірінен соң бірі қырылған 59 орман табылған. Карбонда бірталай аумақтар ормандармен жабылған. Ағаш тәрізді папоротниктердің липидодендрондардың биіктігі 30-40 метрге дейін барған. Осы уақытта ауа райы кеңістігінің орасан зор болғандықтан инеліктерді егеріп алды. Кезеңнің аяғында қосмекенділер және алып кесірткелерде пайда болды. Құрлықты екі үлкен материк құрған. Солтүстікте Лавразия, оңтүстікте Гондвана. Тас көмір кезеңінде құрлықта тектоникалық қозғалыстар болып, жаңа жоталар және таулы жүйелер пайда болды. Бүкіл Лавразияда жылы және ылғал ауа райы қалыптасқан. Осындай жағдайда ұрықты өсімдіктер пайда болды. Өсімдіктердің жаңа ағаш формаларының ормандары қалыптасқан. Карбонның аяғында қылқан жапырақты өсімдіктерде пайда болған. Липидодендрондар грек тілінен аударғанда қабыршақты ағаштар деген мағынаны білдіреді. Биіктігі 40 метр, табан жағынан диаметрі 2 метр. Жас өсімдіктің бағаны ұзын жапырақтармен қапталған. Кейбір түрлерінде олардың ұзындығы 1 метр, ені 1 сантиметрге дейін болған. Өсімдік өскен сайын төмен жағында жапырақтары бірте-бірте түсіп, біраздан кейін жапырақтары тек қана өсімдіктің басында қалады. Сигиллярия латын тілінен аударғанда сигиллум мөр деген мағынаны білдіреді. Сигиллариялардың биіктігі 30 метр. Ағаштың жапырақтары түскенде бағандарында қалған ізі мөрге ұқсас. Кордоидтар белгілі неміс ботанигі корда атымен аталған. Кордоидтердің биіктігі 20 метрге дейін барған. Табылған қалдықтарына қарағанда кордоидтар сымбатты, бұтағы көп, ұшар басы биік орналасқан ағаштар. Карбондардың ағаштары тізесінен суда батып тұрған сияқты. Олар ылғалданып, шіріп, суға құлап, жермен араласып тас көмірге айналады. Кейбір ағаштар минералды тұздарды сіңіріп тасқа айналған. Өсімдіктердің жылдық сақиналары болмауы бұл ауа райының мерзімсіз болғанын дәлелдейді. Осы уақытта теңіздерде өмірдің өркендеуі байқалған. Бірақ та өсімдіктер судан алыстай басталғандықтан қосмекенділер судан құрлыққа шыға бастады. Буын аяқтылар, өрмекшілер, шаяндар ормандарда жиі кездескен. Құрт құмырсқалар карбонда пайда болып, түрі көбейіп, жер жүзінде тарады. Көлемдері ұсақтан іріге айналған. Олар өсімдіктермен қоректеніп және жыртқыш өрмелейтін ұшатын және жорғалайтын болған. 4 қанатты құрт құмырсқалар бірінші ауаны игерді. Ауада инеліктер, қоңыздар, көбелектер ұшып жүрді. Инеліктердің ұзындығы 40 сантиметр, ал қанаттарының құлышы 1 метрге дейін жеткен. Солардың біріне меганевра инелігі жатады. Карбонның жылы батпақтарында қосмекенділер басым болып, олардың арасында кездескен аса ірі өкілдері үлкен қолтырауын сияқты болған. Ихтиостегалардың ұзындығы 1 метрге жақын жыртқыш. Өзінің күшті 5 саусақты аяқтарымен олар құрлыққа қорек іздеуге шығатын. Ауаның құрғақшылығына байланысты қосмекенділер біртіндеп судан шығып құрлықтағы өмірге ауысты. Жаңа өмірге бейімделуіне байланысты денелері сауыт сияқты қабыршақты бездермен жабылды. Сауытбастылардың денелері әртүрлі болған. Кейбіреулерінде тритонға немесе кесірткеге, басқаларын қолтырауын және жыландарға ұқсаған. Олардың денелері ұсақ, қабыршақ немесе шыбықтардан құрылған, сауытпен жабылған. Сонымен карбон немесе тас көмір кезеңі палеозой заманының 6-шы кезеңінің 5-шісі. Ол шамамен 359 миллион жыл бұрын басталып, 299 миллион жыл бұрын аяқталды. Оның ұзақтылығы 60 миллион жылды қамтиды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.